Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ағзаңыз шлакқа толған кезде қандай белгілер беретіні туралы сөйлесетін боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап лайк қойды ұмытпаңыздар. Сонымен ең бірінші белгі ол шаршау. Қанша ерте жатып кеш тұрсаңыз да шаршаудан арыла алмай жүрсіз бе? Өйткені сіздің үнемі шаршап жүргеніңіз ағзаңызды жаулаған шлак болады. Екінші, артық салмақ. Сіз артық салмақтан арылу үшін әрекет жасайсыз, ол оң іс болмайды. Калориясы төмен тағамдар тұтынасыз, бірақ нәтиже жоқ. Артық салмақты арылу үшін диетаның өзін дұрыс таңдау керек. Мейлінше дұрыс тамақтануға тырысыңыз. Үшінші, жағымсыз иіс. Ағза шлакқа толған кезде тісіңіз күніне қанша рет тазаласаңыз да, хош иісті сағыз шайнасаңыз да, аузыңыздағы жағымсыз иіс жоғалмайды. Өйткені оның шығуының ағзаның жаулаған шлак себепші екенін білгеніңіз жөн. Үшінші, іш қату. Шлактың ең көп жинайтын әрі тазалайтын ішек. Күн сайын тұрмақ, сағат сайын ішекке шлак толады. Егер сіз іш қату мазалайтын болса, жүйелі түрде үлкен дәретке бармайтын болсаңыз, онда сыртқа шығу тиіс шлак пен улы затты іште қалып қояды. Салдарынан денеңізде кері әсерін тигізіп, теріңіз қартаяды, дақ басады, қараяды. Бесінші, иіс сезгіш. Ағза шлакқа толса, адам өз-өзінен иіс сезгіш болып алады. Оған ағзадағы химиялық заттардың көптігі әсер етеді. Егер сіз елден бұрын жағымсыз иісті немесе жағымсыз иіс сезе бастасаңыз, дерттің дауасы өзіңіз іздеңіз. Ағзаны шлактан тазартып, қалыпты жағдайға келуге тырысыңыз. Алтыншы, бұлшық еттің ауруы. Сіз ұйқыдан денеңізді көтере алмай оянасыз. Бейне бір денеңізді ұрып тастағандай күй кешесіз бе? Оған да себеп ағзаңыздың шлакқа толуы екен. Терідегі проблема. Ағза шлакқа толған кезде беттен көрініс береді. Бетіңізді дақ басып, қарайып, қартая бастайсыз. Кей жағдайларға дене бөртіп, қышып, маза бермейді. Бұл жайсыздықтан ағзаны шлактан тазарту арқылы құтылғаныңызды ескеріңіз. Бетіңіз ішек пен ағзаның айнасы екенін ұмытпаңыз. Бұдан шығатын жол теріні тазартып жаңарту үшін қымбат кремнің көмегіне жүгіну бос әурешілік. Ағзаны, асқазанды, бауыр, бүйректі жуғызыңыз.